Мен жасымда айтайын қаршы. Біз кішкентайымыздан анам бізге фастфуд, газировка деген дүниелерді көп жегізбейтін. Заготовканы дайындап қою, ол үшін мен өте қатты өмір жеңілдетеді. Ортақ балансты әлі 100% тапқан жоқпын. В идеале 9-ға дейін. Себебі 9-ға дейін өте жақсы жүреді. Мен барлығын бөлем. Маған сол ыңғайлы. Шетелге келген кезде бірінші шыдамдылық. Кез келген дүниеге шыдау керек. Менің келгеніме 1 ай болды, өзіме енді келіп жатыр. Мысалға, мына шығарманы оқыдым, сен де оқышы, бірге талқылайықшы деген дүние. Мынандай екен деген нәрселер менде жиі болады. Кола зеро деген ба, қантсыз бір дүние айтады ғой. Типа ішінде сахарозаменитель. Бірақ ол одан да кәдімгі коллаж кейін артық қой. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге көп сөз подкаст. Бұл біздің алғашқы түсіріліміміз. Және түсірілместен бұрын кішігірім ережелерді айта кетейік. Біріншісі ол бізде барлығы бірінші рет түсіріліп жатыр. Қонағымыз да бірінші рет интервью берейін деп жатыр. Міне командамыз қазір монтажда көрсетеміз. Осының барлығы бізде бірінші рет болып жатыр. Алғашқы опытымыз. Сондықтан қатты сынамайсыздар деген үміттемін. Барлық фокустарыңыз ол қонақта болсын, қонақтың айтқан жауаптарында болсын. Қалам, қағаз барлығын дайындап отырыңыздар. Себебі бұл подкаст өте пайдалы болады деген үміттеміз. Бізде подкастымызда былай істейік. Мен таныстырмаймын, әр қонақ өзін таныстырсын. Сонымен Шаттық, өзіңіз таныстырып жүрсеңіз. Бәріне ассалаумағалейкум. Менің есімім Шаттық, 4-ші курс студентімін. Басқа ештеңе айтқым келіп жатқан жоқ. Хорошо. Онда біздің подкастымыздың мақсатын кішігірім айта кетейін, содан кейін жалғастырсақ болады. Біздің подкастымыз ол ең маңыздысы басқа подкасттан айырмашылығы, басқа жерде біз жұмыс істеп жүрген, Қазақстанда жүрген успешный адамдардан, былай айтқанда, олардың көрген жаңағы нәрселерін, жолдарын үйренетін болсақ, бұл жерде студент бола тұра, шет елде бола тұра, түркше айтқанда башарлы үйреншілерді мына жаққа шақырдық, және олардан кішігірім интервью алатын боламыз. Сонымен, Шаттық, бүгін екеуміздің тақырыбымыз тамақ. Неге тамақ? Жаңағыдай өзіңіздің қысқаша тамақпен қарым-қатынасыңызды айта кетсеңіз. Жалпы тамақпен мен жасөспірім кезінде таныстым. Бұл темаға кішкене серьезно келген кезім деп айтайын. Мен артық салмақпен келдім. Сол арқылы жалпы бұл сферамен, бұл нәрсемен жақынырақ таныстым. Бірақ оған дейін біз кішкентайымыздан анам бізге фастфуд, газировка деген дүниелерді көп жегізбейтін. Сондықтан оның барлығы бала кезден қалыптасты деп айта аламын, бірақ саналы түрде жасөспірім кезінде келдім. Осы өмірдің осознанно дұрыс тамақтанып бастағанда өміріңіз қалай өзгерді? Басында былай айтайын, жасөспірім болғандықтан бірден саналы түрде келе салдым деп айтпаймын. Одан бері біраз уақыт өтті, оның барлығы уақыт өте келетін дүние. Бірақ ең бірінші дүние ол менің әрекеттерімнің өзгеруінде. То есть бұл жерде энергияң пайда болады, бұл жерде сенің жасайтын іс-әрекеттеріңе деген бір өмірге деген құлшыныс басқаша болады. Өйткені тамақ бізге мысалға көлік жүру үшін оған жанармай керек қой, сол сияқты адамның да сапалы өмір сүру үшін дұрыс тамақ керек. Сондықтан ол барлық сфераға әсер етеді. Менде әсер етті. Қазір көріп жатқан адамдар, біз мына тақырыпты қозғаған кезде, ой, сіз идеалінсіз ба, сонда бүкіл нәрсені білесіз бе, былай айтқанда ешқандай мінсіз дейді ғой. Солай деп ойлау мүмкін, бірақ осының алдын айта кетейікші. Сізде де арасында срыв, мысалы переедание болатын шығар. Сол кездер туралы айтып беріңізші. Срыв, переедание ол менің ойымша барлығында болады. Менің басымнан өте көп өтті. Өйткені менде кішкене перфекционизм деген тема бар. Оны жастар көбісі білетін шығар. Сондықтан басында менде салмақ қуу болды. Сосын жаңағыдай идеально жасауға тырыстым. Олай жасаудың қажеті жоқ. Қазір мен кеңес бергенде, немесе өзіме қатарластарыма айтқан кезде ештеңе идеально болмайды деп айтам. Сондықтан срыв, переедание темасына келсек, переедание неге болады, не үшін болады деген дүниеге қарасақ, ең бастысы түбінде. Өйткені оның бір себебі бар да. Ол стресстен болуы мүмкін, ол жаңағы көп ұзақ уақыт аш қалғандықтан болуы мүмкін. Сондықтан ешкім идеально емес.
енді оны түсінеміз, барлығымыз мына жақта студентпіз, әсіресе финал визе уақыттарында сондай болып тұрады. Онда осы мен сізге сұрақты жаңағыдай парша-паршаға бөлдім. Және де ең біріншісі тамақ және энергияға келейік. Тамақтың энергияға, біздің бойымыздағы қуатқа әсері, тамақтың энергиямен байланысы қандай? Тамақ ол энергия көзі. Жаңағы айтқандай бізге жалпы ағзаны толтыратын ол себептердің, жаңа факторлардың бірлігі ол тамақ. То есть ол жақта әртүрлі факторлар бірігіп біздің деніміздің сау болуына, сапалы, саналы өмір сүруімізге әсер етеді. Бірақ оның маңызды факторлардың бірі тамақ айтып өткендей, және энергиямен байланысы не? Бізге жеген әрбір затымыз энергия бермейді. Беретіні бар, бермейтіні бар. Сондықтан сапалы дұрыс тамақ жеу арқылы біз өзімізге керек энергияны ала аламыз. Ал егер опять-таки үйренген заттар жейтін болсақ, ол бізге энергия дұрыс бермейді. Жай ғана қысқаша айтатын болсам, энергия ол тіршілік көзі. Бір сөзбен айтқанда осы. Сізге келген кезде, мысалы, тамақты алайық, тамақтанасыз, завтрак, обед, ужин барлығы бар. Бірақ одан бөлек өзіңіз энергияны қалай ұстанасыз, энергияны қалай толтырасыз? Ол тек қана тамақтан бөлек те нәрселер бар ғой, ұйқы деген сияқты. Өзіңіздің мысалыңызда. Себебі, мысалы, бір адамдар бар, спортпен де айналысады, дұрыс ұйықтайды, бірақ тамақтар дұрыс жемеген үшін энергиясы аз болады. Сізде тура солай ма? Жаңағындай тамақ қана дұрыс, қалғаны барлығы жаңағындай айтқанда дұрыс ұйықтамау, дұрыс спортпен айналыспау ма, әлде қандай? Жалпы, мен тамаққа мән беруге тырысамын, бірақ бұл жерде оның қасында да қосымша факторлар бар. Ол режим, жаңағы айтқанда, уақытында тұру, уақытында ұйықтау, активность, оның ішінде күнделікті жүретін қадам бар, оның ішінде кішкене физнагрузка деген дүние бар. Бұл нәрселерді сақтауға тырысамын. Өйткені тек қана бір тамақпен ала алмайсың. Мысалға, үстелдің 4 аяғы болады ғой, сол сияқты бұсының барлығын кішкене болсын бірге алып жүруге тырысамын. Бірақ мен былай айтайын, физнагрузка деген нәрсе, жаңағы спорт залға барып айналысамын деп айтпаймын, өйткені ол маған ондай бір қатты жақын емес. Дегенмен күнделікті қарапайым, ол қадам, қарапайым ол таңғы жаттығу, және уақытылы ұйқы мен уақытылы таңертең тұру деген дүниелерді сақтауға тырысамын. Бұның барлығы база. Мен бір кереметпін деп айтпаймын, өзім айтқанда ешкім идеалды емес. Бірақ база бұл қалыптасу керек дүниелер. То есть кез келген нәрсенің фундаменті осылар. Керемет. Енді қараңыз, энергияны беретін тамақтар қандай, және бермейтіндер қандай? Қалай біз ажыратамыз? Жалпы энергия қайдан шығады деген дүние, энергияны біз белгілі бір тамақтың килокалориясы болады ғой, содан аламыз. Яғни ол тамақтың килокалориясы жаңа болса, онда ол бізге энергия береді. Мысалға, көмірсу, ақуыз, сосын не? Май. Осы үш дүние, оның ішіндегі ең көп беретін ол май. Бізде керісінше бір қате түсінік бар, салмақ түсірсе, немесе тағы да басқа бір дүниелер жасаса, майды алып тастайды рационнан. Бірақ керісінше май ол қарапайым гормонның да майдан құралады да, сондықтан пайдалы майды алып тастамау керек. Осы үш дүние, оның ішінде әр топқа жататын өзі продуктылар бар, бермейтін дүниелер біз көп ойлаймыз. Мысалға, тәтті жеген кезде бізде бірден энергиямыз көтеріліп кетеді ғой. Ол негізінде энергияны уақытша береді. Мысалға, 1 сағат, 1,5 сағат одан кейін адамда әлсіреу болады, адамда шаршау болады. Сондықтан бұл жерде энергия дегенде мен мына затты жедім, энергиям көбейіп кетті дегенге қарамау керек. Оның жеген дүниеңнің қаншалықты ұзақтықта саған энергия береді. Соған қарау керек, сапасына қарау керек деп айтар едім. И бағанағы беретін, бермейтін, өзіміз білетін ақуыз, көмірсу, май және бермейтін дүниелер, ол фастфуд, аққант, қарапайым өзіміз білетін дүниелер береді деп ойлайтын нәрселер ғой, былайша айтқан кезде. Сценарийда жоқ бір сұрақ қойын. Себебі мен сізге консультацияға қатысқанмын, және де маған өте жаңағындай жаңадан ашылған бір дүние, ол май. Дұрыс айттыңыз, бізде барлығымыз майды алып тастаймыз.
бірақ бір осы 2 минут 1-2 минутымызды майға бөлейікші. Сіз жаңағы майды энергиядан басқа бір жағын айтыңызшы, мысалы қай жаққа пайдалы, естігенім бойынша ол тырнаққа деген сол майдың бір ерекшелігін айтыңызшы. Адамдар мынаны көргеннен кейін болды, мына жерде тамақтың ішінде май бар, мен жемеймін. Әсіресе неде болады, ол қазыда болады, еттің майы болады, құйрық май бар, біз өзіміз білетін. Майдың негізінде атқаратын функциясы өте көп. Жаңа өзіңіз айтып отырған, мен айтқандай, сіз айтқандай, ол основной функциялардың бірі гормоны. Біздің ағзамызда жалпы барлық нәрсені гормон былай айтқанда рулит етеді. Рулит совсем гормоны. Сондықтан ол гормон майдан құралса, сіз өзіңіз ойлаңызшы, рационнан майды алып тастасаңыз ол қалай болады? Егер гормон бұзылса, онда барлығы бұзылды деген сөз ғой. Одан бөлек жаңағы айтылғандай шаш бар, тері бар, тырнақ бар. Жалпы ағзаның атқаратын барлық қызметіне май қатысады. Оны рационнан мүлдем алып тастамау керек. Тек қана бұл жердегі момент дұрыс май жеуде. Біз мысалға қазір пісте май, жаңа шемішке сұйық май дейміз, тамаққа қолданатын барлығы білетін өте үлкен проблема. Сол одан кейін тағы қандай майлар жүр? Трансмайлар, мысалға өзіміз жейтін мучное сладкое, оның барлығының ішінде трансмай бар. Оның барлығын жаңағы керек, пайдалы май деп айтпайсың. Тек қана бұл жердегі момент май же деген кездегі дұрыс ағзаға керек май, ағза қорыталатын майды алу керек. Оның ішінде құйрық май бар, оның ішінде қазының майы бар, оның ішінде жаңағы оливка, авокадо деген неше түрлі орех, сол майлардың барлығы кіреді. Сосын топленый май, бұл нәрсені мен айтудан жалықпаймын, гхи дейміз ғой. Сол май, ол да өте-өте енді пайдалы майлардың бірі. Сондықтан майды дұрыс таңдап, рационға керісінше көбірек қосуға тырысайық. Керемет. Енді қараңыз, жаңа біз гормон дедік, ол мен мойындаймын. Неге? Себебі көп проблемалар әсіресе адамда энергияның жоқ болуы, ол шынымен де гормоннан. Себебі андай сыртта білінбеуі мүмкін. Сен ойлайсың, дұрыс ұйықтамадым ба, әлде дұрыс тамақтанбадым ба, бірақ соның өзі ақыр соңында чекаптан өткен кезде гормонның жетіспеушілігінен болады екен. Енді қараңыз, жаңа мен айтып өткендей, гормон бұзылса, адам сырттай білінбейді. Ол бұзылғаны, немесе кеш білінеді. Тамақтың адамға жақпауын қалай білуге болады? Мысалы, мен сіз жаңа консультация өткен кезде бір нәрсе жаңа тамақты қосқан кезде міндетті түрде менен мына тамақ саған жақты ма, қалай болды деп сұрайсыз да. Осыны тамақты адамға жағуын, жақпауын қалай білсек болады? Бұл жерде мен айтатын ең бірінші фактор ол самочувствие. Мысалға, үйреншікті емес тамақ жедің ғой, одан кейін негізі бұның бәрі қарапайым дүние ғой. Сен өзіңді тыңдасаң, адам өзін тыңдаса, ағза барлығын өзі айтады. Самочувствие. Біз оны тек игнорировать етпеуіміз керек та. Мысалға, өзіңізді жайсыз сезіндіңіз, немесе асқазанда бір ауырлық бар тамақ жегеннен кейін. Ол білмеймін, неше түрлі нәрсе болуы мүмкін, жаңа жаққа бардың, үйттің. Ауырлық бірінші жаңағы самочувствие, екінші асқазанда ауырлық сезінсе, дискомфорт сезімі болса, одан кейін қарапайым, ол сөздің аты жоқ, кекіру, одан кейін мысалға вздутие болады ғой, іш желденеді, мысалға жел шығу. Осы дүниенің барлығы негізінде норма емес. Бірақ қазір біздің күнімізде оны барлығын норма деп есептеп кеткен. Что естественно, то не безобразно. Сондықтан бәріңізге айтарым, егер осындай дүниелер болса, онда мән беру керек. Ол норма емес. Ағза өзінің функциясын норма жаңағы дұрыс деңгейде атқарған кезде бұның ешқайсысы болмайды. Тамақ дұрыс сіңген кезде, тамақ жаққан кезде, сонда ғана барлығы орнына барады да. Сондықтан осы айтып отырған дүниелерге мән беріңіздер. Хорошо. Басында жаңа мен идеальный емеспін, менде де срыв, переедание болды дедіңіз. Енді тура осылай, мына видеоның көбісі студенттер көріп отыр. Тура солай стресс, дедлайн, финал кезіңде перееданиядан, артық тамақ жеуден қалай алыс болуға болады? Бізде жалпы финал визе сынақтар бір апта болады. Жаңағы 5-6 күн ары кетсе. Және бұл кездегі менің айтарым, сол аптаға алдын ала меню дайындап қойса. Мүмкіндік болса, ол үйде тұратын студенттер әрине, жатақханада тұрса таңғы ас, кешкі ас беріледі ғой. Дегенмен менің алға тартатыным, менің принципім үйде дайындауға тырысу тамақты.
қолдан үйде өзің дайындауға тырысу. Қанша жерден ерінуің мүмкін, ұнатпауың мүмкін, я студентпіз, я сырттан жей салған ыңғайлы, дегенмен бұл нәрсеге мән берейік. Алдын ала, ол жаңағы айтқан бірінші, алдын ала меню дайындап қою, мысалға күндерге бөлу, я мен мынаны жеймін. Егер мүмкіндік болса заготовка жасау. Оны білесіз, заготовка, я мысалға дайындап пісіріп қатырып қойдың, тек қана ысытып жей сал. Өзіңмен бірге алып кет, немесе үйде дайын тамақ тұрсын. Бұл бірінші ереже, мен өзім ұстануға тырысатында. Одан кейін ұмытып қалдым. Үйде дайындау. Одан кейін біз стресс, енді финал экзамен кезінде стресс болады ғой. Ол стрессті біз тамақпен жабуға тырысамыз да. То есть тамақтан алған ләззатты, сол стресс кетеді деген бір сондай бір қате түсінік бар да. Сол ләззатты алмастыру. Тамақтың орнына, мысалға далада көбірек жүр, серуенде. Я, біреуге ол шынымен жаңағыдай дофамин гормон береді. Әркімге әртүрлі. Біреуге тамақ бұл. Тек қана бұл жерде сол тамаққа ермей, оның орнын алмастыруға тырысу керек сияқты. Я, уақыт жағынан көп болуы мүмкін, бірақ 10-15 минут, 20 минут мысалға. Экзамен кезінде мен ойымша уақыт табылады. Осы 2 жыл мен өзім істеп көрген және тәжірибемен өткен. То есть алдын ала дайындау және екіншісі жаңағы тамақтан алатын ләззатты басқа дүниеге алмастыру. Алмастыру. Ал онда ашайық. Я заготовкалар дайындау, алдын ала дайындау. Сіз нақты не істейсіз? Мысалы, финалға бір апта қалды. Себебі адамда стресс оқушыларда финал уақытында емес, финалға дейін де басталады ғой. Мысалы, финалға дейінгі уақытта, немесе финалда екеуін бірге алыңыз. Қандай заготовкалар жасайсыз? Қалай дайындаласыз тамаққа қатысты? Бұл жерде алдын ала есептеу, бір адамға ма, 2 адамға ма деген сияқты. Енді біз студентпіз, 3-4 адам тұрамыз деген сияқты. Оның барлығын алдын ала келісіп алу керек. Сосын дайын болатын, мысалға, мен енді айтқан заттарым кішкене қалтаға ауыр болуы мүмкін, бірақ істеуге тырысатын дүниелер. Осылай айта кетейінші. Негізі, барлығы ойлайды. Айтқан нәрсе, жаңағы правильное питание, ол қалтаға ауыр. Мен мысалы достарыма айтамын ғой, болды, мен дұрыстап тамақтана бастаймын. Сол кезде, онда саған ақша көп кетеді екен ғой дейді. Бірақ жаңа ашығына келе, дұрыс тамақтанбаған кезде донорға, мысалы, енді біз Турциядамыз ғой, донорға, жаңағындай кола, чипсыға ақша көбірек кетеді, мойнына келе. Және мен осы жылдан бастап енді үйге шығыптым, жаңағындай тренд біздің донор бар ғой, соның бір донорына, 2 донорына қателеспесем, 300 лираға үйде 5 па 6 донор істеймін. Және ол тазарақ, мен майын қайдан қолданғанын білем, жаңағындай еті де таза. Алдын ала осыны миф деп айтуға болады. Дұрыс тамақтану ол қымбат дегенді. Неге? Себебі сол жаңағындай кола, пепси, чипсыға одан да көп ақша кетесің. Және де сырттан тамақ ішуге 2 есе 3 есе ақша кетеді. Мысалы біз санадық, бір донордың себестоимости 30 лира екен. 30 лира, ал ана жақта жаңағындай барып жеген кезде 150 лира. Сол үшін мен қымбат деп ойламаймын өз басым. Тәжірибеңізде көрдіңіз ғой, көрген адам ретінде, сырттан көбісі қымбат деп ойлайды. Сол үшін донорым жеп жүре берейін деп ойлайды. Әсіресе студенттердің көбісі. Енді басқа тұру қыз келмейді ғой. Өйткені мен де басында сөйткем. Төмерге келген кезде мен басқа тұрғым келген жоқ. Жайлап. Қандай сұрақ болды? Біздің сұрақ не? Финал уақытында өзіңіз қалай заготовка дайындайсыз? Просто ради видео ойнатып отырса. Кеттік. 1, 2. Дайын ойсыз ба? Жоқ, давайте онда. Как просто. Мен дайындалғаным, мен істейтін тамағым онсыз да андай қиын емес қой, соға пісе салатын зат. Оны мен былай сұрақ қоямын. Жаңа дайындал дедіңіз, заготовкалар. Мысалдар, 1-2 мысал, жаңағыдай енді первое блюдо, второе блюдо дейді ғой, десерт, мысалы, неде финал уақыттарында стресс көп, адам қант жегісі келеді. Десерт өте көп қант емес, жаңағындай үйде пісіретін десерт те бар, мысалы. Содан 1-2 мысал айтсаңыз. Тамақтардан былай айтайын, мысалға, ол тек стресс емес, жалпы өмірде де заготовканы дайындап қою, ол үшін мен өте қатты өмір жеңілдетеді.
тамаққа келген кезде әсіресе қыз балаларда енді үйде анамыздан көреміз ғой, бүгін не істеймін деген сияқты. Сондықтан мысалға не бар, фаршированный перец, иә, оны алда қатырып таста, болды, пісіре саласың. Мысалға котлеты, ол тауықтан болуы мүмкін, ол қызыл еттен болуы мүмкін, оны да үйде анам пісіріп қатырады. Сосын оны біз ысытып жей саламыз, иә, қасына күріш па бірдеңе пісіріп. Мысалға оңай, полноценный тамақ шығады. Одан кейін бізде көбінесе фаршын жасауға тырысамыз. Мысалы, тефтели бар ғой, дөңгелек қылып, оны да қатырып тастайсың, кейін содан сорпа жасауға болады. Мысалға, сұйық тағам ретінде, иә, оны да жасау тез. Одан бөлек манты, бір пысықтық ұстаған кезде мантыды түйіп тастап, қатырып тастасаң, оны да пісіре қоясың, болды. Осы сияқты дүниелер, ыстық тамақтар. Тамақты айтып өттік, енді тәттілерді айтатын болсам, табиғи тәттімен алмастыруға тырысамын. Оның ішінде құрма бар, оның ішінде жаңағы орехтар бар, иә. Орех тәтті емес, дегенмен тіске басар ретінде жеп жүруге. Сосын перекус ретінде, иә. Сосын горький шоколад. Мысалға, мысалы өте күшті. Қазақстанда ол Қазақстан шоколады. Сумачал, ол жата ма? Қазақстан шоколадта 45% білуімше жаңағы қара не, какао бобы дейді ғой. Сондықтан ол горький енді жартылай ғана. Турцияда? Турциядан онда 80%-ығы бар. Бимнан мен соны аламын. Бимнан? Иә. Бізде мынандай себебі қызықтар бар ғой. Кейбір продуктларды Бимда ғана сатады, кейбірлері А101. Сондықтан иә, как раз таки жаңағы шоколад көбінесе Бимда сатылады, басқа жақта 70%-ығы сондайда, ал маған 85 қателестім. 85%-ық. Яғни мен Карабикте тапқан процентаж ең жоғары горький шоколад. Одан бөлек осындай дүниелер ғой. Сосын жаңағы ПП выпечкалар бар. Мысалы? Духовкасы барларға. Мысалға, сезонный фруктармен жасауға болады. Инжирдің кезінде инжирмен жасайсың, алманың кезінде алмамен жасайсың деген сияқты. Мысалға, кабак татылсы деген түріктердің тәттісі бар ғой. Кәдімгі асқабақпен жасаған, өте күшті. Олар бірақ онандай сироп қылып қантпен жасайды. Тәтті ретінде қанттың орнына бір алмастыруға болады да оны. Осы қантқа келсек, сахарозаменитель қалай сіздің ойынша, ол дұрыс сұрақ па, әлде оданша сахарозаменитель жаңағыдай зиян деп кейде жатады, оданша қант жеген дұрыс дейді. Мысалы, көзқарасыңыз? Көзқарасын және дәлелдеу бойынша сахарозаменитель қанттан да зиян. Қанттан да зиян. Өйткені басында мен сахарозаменитель қантты алмастырғыш дүние деп құрамын оқыған кезде сондай алатынмын. Одан кейін кішкене осы темаға углубляться еткен кезде қант алмастырғыш дүниенің қанттан да зиян екенін, қант жеген артық екенін көрдім, дәлелденген дүниелер. Енді мен айтарым қантқа қатысты өзімізді алдаудың қажеті жоқ. Сахарозаменитель өзіңді алдау. Өйткені мысалға кола зеро деген ба, қантсыз бір дүние айтады ғой, типа ішінде сахарозаменитель. Бірақ одан да кәдімгі болашақен артық қой. Шындап келген кезде ол жай ғана маркетинговый ход. Бұл жерде кесіп алмау үшін, тек қана осы жерде айтып, онда қант жеуге болады екен деп айтпау үшін, ең жаманы ол сахарозаменитель. Одан кейін кішкене жақсы, бірақ одан бәрібір зиян қант. Содан кейін жаңа табиғи қант деуге болады. Иә. Және де ең дұрысы мүлдем қант жемеу ма? Онда ақырындап біздің келесі блокқа көшейік. Тамақ және студент. Негізі оған дейін де көп нәрсе айтып қойды ғой, жаңағы финалға қалай дайындаламыз деп. Ал мына жерде одан да қиын, сіз үшін, мен үшін қиын сұрақтар, сіз үшін енді әрине оңай болуы мүмкін. Сондықтан бірінші сұрақты қойын, шет елге көшкенде қандай қиындықтар болды тамақтануда? Және барлығында қандай болды? Бұл жерде ең бірінші дүние екі мәдениеттің әртүрлі болғандығында. Мен бірінші айтатын дүнием, өйткені мен Турцияға жаңа келген кезде тамақ жағынан қиналғаным осы болды. Біздің асханада қазақ ұлттық тағамдарының ішінде специя деген затты көп қолданбайды. Мына жақта көп қолданады. Мен басында үйренуіме өте көп уақыт кетті. Өйткені біздің үйде, жалпы менің жеп қалыптасқан дүнием тамаққа келген кездегі специя аз, қосса тек қана тұз, бір анау айтқан емес, суға буға пісірілген дүниелер болғасын. Мына жақта көп ишлем көреді дейді ғой, бір қазақша солай. Көп жаңағыдай переводтан өтеді. Сондайдан өтеді. Специя көп қосылады, одан кейін бұл жақта
маған қиын болған сорпаның жоқтығы. Кәдімгі өзіміздің сұйық сорпаның жоқтығы, сол қиын болды. И мен төмерге басына келген кезде менде аллергия болды. Өмірімде болмаған аллергия, кішкене үйренісе алмаудан болды. Сол кезде мен сорпа іздеп, сорпа тапқан жоқпын ешқайдан. Ол кезде жатақханада тұратын кезім. Тауық суы деген жаңағы тауық су деп ойлайсың ғой, енді су деген сөз болғандықтан, бірақ ол да өте қою сорпа болып шықты. Сондықтан түрк мутфағына жаңағы үйренісу қиын болды. Мен де бұл жерде өзім қоса кетейін. Мына жаққа енді келгенімде мен 80-ге жетпес едім. Турцияның тамағы өте біріншіден майлы. Ол таңғы ас болсын, ол кешкі ас болсын. Және де шынымен де специя өте көп. Себебі, былай айтқанда, менің ойымша, ол араб елдерінің әсері деп ойлаймын. Себебі, мысалы біз араб тамақтарын білеміз, ол қандай специя өкіт қосылған. Және де осының әсерінен деп ақтайыншы өзімді, бір жылда 10 килограмм қостым, 2 жылда топлам 20 килограмм бола жаздады. Жақсы. Шетелде оқып жүрген студенттер тамақтануда қандай қателік жібереді сіздің ойыңызша? Себебі, жаңа өзіңіз айтқандай, дұрыс тамақтанбайды. Бірақ нақтылап ашайықшы. Мысалы, қарапайым студент, оның қателігі, мысалы, мүмкін фастфуд көп жеуінде. Бірақ ол өзі түсіне бермейді. Сіздің ойыңызша, одан да басқа, енді барлығымыз базаны білеміз, фастфуд жейді, қант жейді, бірақ одан да басқа қандай қателіктер бар? Одан да басқа тамаққа мүлдем мән бермеу. Бұл онсыз да мән бермеу жатады, бірақ мынандай мағынада келесің бір үйде, мысалы Қазақстанда көбісінде дайын тұрады. Анасы дайындап береді, үйінде дайындайтын кісі бар. Мына жаққа келесің, сенің тамақтану өмірің толықтай өз қолыңда. Біз оны аламыз да, мен басынан өткесін айтып жатырмын, төмердің кезінде қызық көресің, мына жақты көру керек, тану керек, үйту керек, бүйту керек. Аласында толықтай тамақ деген дүниені бір ұмытқандай боласың. Фастфуд жеме, оны барлығы біледі. Одан басқа білмеймін. Жақсы. Ал не сіз жаңа айтыңыз, тамақты түзеуге болады, мына жаққа келдің, дұрыс тамақтан. Ал жатақханадағылар қалай түзейді? Неге? Себебі жатақханада тамақ белгіленген. Қателеспесем, мен де жатақханада тұрған кезде, сізбен консультация өткен кезде айтатын, енді жатақхананың проблемасы сондай. Ол жерде завтрактың өзі майлылығы енді білмеймін бір күнге жетеді. Және де барлығымыз түріктердің кешкі тамақтарын білеміз, жаңағындай тек қана макарон болуы мүмкін, немесе ана жерде тамақтан мынандай бір 1 сантиметр май қалқып тұрады, сондайлар болады. Ал жатақханалар, оларға уже тамақ жаңағындай белгіленіп қойған, олар қалай өзгертеді? Мен жатақханада тұрған кезде өз басым үйде тұратын достарымда тамақ пісіріп алуға тырысатым, мүмкіндігінше. Пісіріп аласың, ыдыстармен жатақхана алып келесің, барлығында холодильник бар, соған салып қоясың. И болады, енді жатақханада алдын ала не шығады ғой, таңертең кешке қандай тамақ жейді, апталық кесте шығады ғой. Соған байланысты, мысалға, мен мына кезде мына тамақты жемеймін деген сияқты, маған ауыру ұнамайды деген. Соған кішкене бір, бұның барлығы білесіз ба, мына тамақ деген нәрсенің барлығы алдын ала жоспарлауға келіп тіреледі үнемі. Алдын ала қай кезде не жейтінін ойланып жүруің керек. Ол әдетім қалыптасу керек. Бұлай айтуға бола ма? Жоспарла до тех пор, пока өзің автоматически болып кетпейінше. Себебі, мысалы, біреудің әдеті, шынымен де дұрыс жаңағындай әдеті бойынша фастфуд жеу. Бірақ көбінесе қай уақытта біз фастфуд жейміз, ол сабақтан шаршап келдік, уже ойлануға уақыт жоқ, тамақ пісіруге уақыт жоқ. Сол үшін енді мен өз басым қолдануға тырысқан дүние воскресенье күні пландап қою бүкіл күніңнің. Жақсы, онда мына студенттің былай айтқанда универсальная продуктовая корзинасы бар ма? Мысалы, маркетке бардың, жатақханада тұратын кісілер болсын, ол үйде тұратын студенттер болсын, бір универсальный продукттар. Осыларды жетеді, ең минимум деген. Оның ішінде бірінші көкөніспен жейміз, кіреді. Пісіруді басқа бір ауыр шлемді қажет етпейтін дүниелер.
қарапайымды алайықшы, огурцы, помидор, оны аласың да кесіп жейсің деген сияқты. Жатақхана болсын, үй болсын. Оның ішінде тағы да не бар? Жалпы болады ау деген барлық көкөніс пен жемістер, иә. Одан кейін молочка, сыр бар, йогурт бар, мысалға кәдімгі лабней бар, иә, өзіміз білетін, нан бар деген сияқты. Қарапайым дүниелер. Сосын бұл жерде максимально қашуға бағанағы соктар, газированный, аққанттан жасалған чипсы деген дүниелер, иә, дайын аласың, бірақ маркетке кірген кезде олардан қашуға тырысу керек. Мен көбінесе соны айтам. Жаңағы келсе көкөніс, жеміс жидек, молочка, сосын не, колбаса деген дүниелер керек емес. Дайын, бірақ керек емес. Мына өте қызық нәрсені айттыңыз. Көбісі былай ойлайды. Мен газировка ішудің орнына сок алсам, бұл дай деп енді айтады ғой. Соктың да зияны қаншалықты бар? Сок пен газировканы мен өз басым бір деңгейде қабылдаймын. Зияны бойынша? Иә, бір деңгейде. Неге? Соктың ішінде табиғи жеміс жидектен жасалған зат жоқ қазір. Табиғи ішінде ешкім кәдімгі алманы сығып бермейді. Оны промышленность жаңағы пайда көру үшін міндетті түрде қосымша заттар қосады. Оның ішінде консервант бар, оның ішінде краситель бар, оның ішінде қант өте көп болады. Сондықтан сокты не үшін ішесің деген сұрақ қой, жай ғана. Әдет пе әлде ішкің келіп тұр деген? Иә, әдет пе әлде. Біреуде кәдімгі сок ішпесе тұра алмайды, мысалы, кола сияқты ғой. Иә. Тәуелділік болып кетеді ғой, әдет емес, меніңше тәуелділік деуге болады. Өйткені қан ол тәуелділік тудырады. Ал мысалы, сізбен консультация өткенде, біз 100% деп қарайтын едік қой артына. Иә. Ол соктаршы. Жаңағыдай соктардың ішінде артына қарасаңыздар, мынанша пайыз жаңағыдай құрам болуы мүмкін. Сонда 10%, 25%, 50%, 100% деп тұр. Мысалы мен, ол қымбатырақ. Енді ол логично, более-менее дұрыс тамақ қымбатырақ болады. Более-менее дұрыс сок қымбатырақ болады. Ал жалпы сол туралы ойыңыз. Мысалы, ақша бар, шүкір, тек қана сондай сок ішемін. Бола ма? Соктың жалпы былай айтайын, есіңізде болса айтып едім ғой, сок мүлдем алып тастамауға болады, бірақ оның да мөлшерін білу керек. Кез келген пайдалы зат мөлшері көп болса зиян болады. Иә. Кез келген. Ол барлық нәрсеге жүреді. Ол сокқа да жүреді, ол алып келсеңіз авокадоға да жүреді. Иә. Сондықтан мөлшер ғана. Тіпті суға да жүреді. Судың өзі де. Жай ғана болды. Керемет. Қараңыз. Бізде ең көп адамдар қай жерде көп тамақ жеп қояды, көп вес қосып қояды, ол перекустарда. Біз байқамай қаламыз, айтамыз, ой, күніне 3 рет тамақ жеймін, жаңа гречка жеймін, курица жеймін, бірақ перекустар жаңағы сэндвич, тағы да бір майлы тамақтар. Сізде перекус қандай? Қандай перекус кеңес бересіз студенттерге? Сабақ уақытында жаңағыдай аз уақыт бар, 15 минуттай бар. Не істеуге болады? Перекусты мен бұрын 5 уақыт тамақ ішетінмін. Қазіргі уақытта таза 3 уақытқа көшуге тырысып жүрмін. Перекуссыз, бірақ 3 уақыт құнарлы, тойымды болу керек деген шартпен. Бірақ егер перекус болатын болса, оның ішінде орех болғаны күшті. Орехтың түр-түрі, мына жақта қымбат болуы мүмкін, бірақ бір алып қойып, оны мөлшермен күнде белгілі бір граммын жеп отырсаң, қымбатқа шықпайды. Біздікілер андай ғой, бір алатта көп жеп қоямыз. Содан кейін мөлшерде әңгіме, өлшеуінде барлық нәрсенің. Орех деп айтар едім, таза классикалық йогурт, ешқандай қоспасыз, андай бір малина, бірдеңе деген йогурттар болады ғой. Ондай сіз пайдалы деп жазылып тұрады. Пребиотик бірдеңе деп жазылып тұрады, бірақ құрамын оқысаң, өкінішке орай. Кәдімгі сол йогуртқа кез келген жеміс-жидекті араластырып же. Ол да бір әдемі перекус шығады. Орех қос, гранула қос, ол да тойымды нәрсе. Одан кейін піскен жұмыртқа, кәдімгі күнде емес әрине, бірақ перекусқа жеуге болады. Ол да бір тойымды дүниеде. Перекус жалпы не үшін ол перекус? Екі основной прием пищидің ортасын жалғап тұруға, кішкене ғана. И перекус тек қана қанттан немесе тек қана көмірсудан болмау керек. Әйтпесе ол зачем перекус деген дүние ғой. Сол үшін, опять-таки қарапайым дүниелер. Мысалы, жаңа сіз айтып кеттіңіз, 3 рет тамақтануға ауыстым. Перекус не үшін? 2 тамақтанудың артын жалғайтын. Бірінші сұрақ, сіз
қай уақыттарда тамақтанасыз? Неге? Себебі есіңізде болса, бізде консультация болған кезде менің завтрагым сағат 8-де, обедім сағат 3-те, ужиным 9-да, уақытта аралығы тым ұзақ дегенсіз. Сол қай уақыттарда тамақтанған дұрыс? Аралығы қанша сағат болған дұрыс? Уақыт жағынан келетін болсақ, былай таңертең таңғы ас негізінде 9-ға дейін жасауға тырысамын. Әр кезде әрқалай, бірақ в идеале 9-ға дейін. Себебі 9-ға дейін өте жақсы жүреді. Яғни оған дейін таңғы ас тойымды маймен құнарлы болатын болса, онда ағза ары қарай жақсы фундамент болады деген сөз. Және таңғы ас еске сала кетейін, бүкіл күннің 50% рационы. То есть бір күнде жейтін тамағыңның 50%, жартысы, тең жартысы. Калорий туралы ма әлде май? Ол дегеніміз құнарлық жағынан 50% құрау керек. Яғни таңғы ас өте тойымды құнарлы болу керек. Түскі ас пен кешкі асқа қарағанда. Осы жерде жаңағыдай тағы да үлкен қателік болады. Адамдар таңғы асқа тек қана кішкентай каша, су іше салайын, банан жей салайын. Сіз маған үйреткендей, менің тамағым өте плотный. Менің тамағыммен 2 адам тоятын шығар. Және де осы үлкен қателіктің бірі деп түртіп алуға болады. Ол таңғы асты менсінбеу. Жақсы, келесі. Таңғы асты менсінбеу немесе пропускать. Мүлдем таңғы ас ішпеу, ол өте қиын нәрсе. Қалыптастыруға тырысу керек. Бәрін өзгертуге болады. Таңертең 9-ға дейін болса, мысалға 8-де таңғы ас іштім делік, 8:30-да іштім делік, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 4 сағат өтті. 12:30, 1-де түскі ас болғаны жақсы. Аралық 4 сағат. Аралық 4 сағат, 3 сағат, 4 сағат. Өйткені менің таңғы асым құнарлы болғандықтан мен 4 сағат спокойно жүремін. Ешқандай бір тамақ сұрау жоқ. Бұл аралықта тек қана су болады. Сонда адамдар кейде тамақты өте аз жейді, завтракты. Және де сағат кейде 8-ден кешкі 7-ге дейін де жүріп қалуы мүмкін. Сонда сіз құнарлы жегеннің өзінде 4 сағат деп тұрсаңыз, олардікі мүлдем аз ба? Сонда 2 сағат, 1 сағаттан кейін уже обед жеу керек болған сияқты. Ол кезде білмеймін, мүмкін бір сбой бар шығар, өйткені сонша сағат. Аналар миым жеп кетті. Мен бар ғой, естіп атқан жоқ ма олар, прикиньте? Мен естіп тұрмын, мен кәдімгі естіп тұрмын. Не, көршілер ма? Сізден сұрақ түсінбедім мен. Қай? Мысалы қараңызшы, допустим, сіз құнарлы жегеннің өзінде 4 сағат дейсіз. Кейбір адамдар құнарлы жемейді тойымды, но соның өзінде 5-6 сағатқа созып тастайды. Созып тастайды, ол қалау ма, әлде обстоятельства ма? Скорее всего, менсінбеу. Менсінбеу, кейде адамдар болады, қарны ашқан кезде ғана тамақ ішеді. Допустим, түнде ғана 12-де. Оған дейін қарны ашпаса жүре береді. Әркім әртүрлі ғой. Но қалыптасқан дүниеге байланысты сияқты, мне кажется. Потому что менде солай қалыптасқасы, мен ағзам сұрап тұрады да уже. Мысалға егерде қалыптаспаған. Из-за этого для них норма. 5-10 сағат аш жүру деген сияқты. 6-7 сағат. Біз не сөйлеп жатырмық қой? Давайте дальше айтамыз. Не айтамыз? Не айтып аттым? Бағанағыдай 8:30 дедік, мысалы 12:30, 1 дедік. Түскі астың идеальный уақыты 12:30, 1. 1:30, ары кетсе 2-ге дейін. Өте күшті уақыт. Одан кейін кешкі аста сәйкесінше ертерек болады. Кешкі ас ерте болса, сәйкесінше ұйқыға да ерте кетесің. Соны жалпылама алған кезде бұның барлығы бір одно целое да, бір-бірін құрап, бір-біріне жаңағы не беріп тұр. Сондықтан таңертең мысалы кеш тұрдың ба, болды бір күннің бір несі келеді деген. Соны өзіңіз білесіз. Сол үшін барынша қалыптастырып, оны бұл жердегі тәртіп қой, дисциплина ұстауға тырысу керек. Мына жерге мен қоса кеттім келгені. Менің ойымша бұрында егер ужин сағат 8-де, 9-да, 10-да емес ертерек болса, кешке түнде қарны ашып бастайды деген. Бірақ менде мынандай бір қызықты бақылау болды. Менің тамағым завтрагым сағат 8-де, 9-да мысалы, обедім сағат 12-1-лерге қарай, ужинымды сағат, кешкі асымды сағат 6-да ішетін кездеріміз болады. Оның өзінде жаңағыдай құнарлы деп айтамыз ғой, соны сақтап тырысып жүргеннің өзінде кешке қарным ашпайды. Ал егер мен жаңағыдай кешкі тамақтан кейін қарным ашса, не жеуге болады түнде? Себебі чипсы жеуге де болады, бірақ оның орнында тағы бір пайдалырақ болады ғой. Мысалы? Мысалы, брокколи, цветная капуста. Ол көбіне қиын болуы мүмкін. Бірақ айналып келіп піскен жұмыртқа, басқа не болуы мүмкін.
протеиндар бар неше түрлі, коктейль, иә, мысалға суға жасап, иә, оны да дұрыстап құрамын таңдау керек. Ол жерде андай ғой, ауыз беру мақсатында ғой, басқа ешқандай не емес. Сосын біреулер смузи, тәтті сондай жейді, негізінде ондай жемеген дұрыс. Бәрі айналып келіп қарапайым нәрсеге тіреледі. Мен мысалға ондай болса суға піскен дүниелерді таңдар едім. Оның ішінде асқабақ болуы мүмкін деген сияқты ғой. Айналып келіп сондай дүниелер. Ал шетелде оқып, ой, роллтмен ақ өмір сүремін ғой деп, өздерінің денсаулығына немқұрайлы қарайтын адамдарға не дейсіз? Міне, сіздің камераңызға қарап, солардың көздеріне айтыңызшы. Роллтмен де, доширакпен де өмір сүруге болады. Кез келген дүние өмір сүруге болады. Бірақ оның барлығы жиналып неге алып келеді деген сұраққа жауап беріңіз, сонда жауабын көресіз. Болды. Жақсы. Біздің 3-ші блогымыз ол тамақ және әдет. Иә, себебі басында өзіңіз айтып өткендей, тамақты жаңағыдай осознанно жеу керек. Иә, ол әдет болып қалыптасу керек. Себебі көп адамдар қалай істейді? Мен арықтаймын, ол үшін диетаға отырамын. Диетаға отырды, иә, 8-10 килограмм тастады, бірақ ол әдет болып қалыптасқан жоқ. Ол уақытша шыдау болды. Содан кейін қайтадан өзінің бұрынғы әдет болып қалған тамағына көшті. Қайтадан 8, 9, 10, одан да көп килограмм жинау мүмкін. Сондықтан әдетке келсек, тамаққа қатысты 3-4 пайдалы әдеттерді айтып жүресіз бе? Ең бірінші нәрсе, тамақтан кейін су ішпеу. Не запивать деп айтамыз ғой. Неге? Тамақ асқазанға түскеннен кейін ол табиғи түрде қорытылу керек. Ол дегеніміз асқазан тамақ қорытуға арналған қышқыл сөл болады ғой, соны бөледі. Егер су, біз жақсы көретін кола, бешбармақтың артынан кола ішкен жақсы көреміз ғой. Соктар қазіргі, иә, неше түрлі фьюсти болсын, анау-мынау, бағана қышқылдықтың табиғи заңдылықты бұзады. Оның барлығы бүкіл ағзаға әсер етеді. Біз ойлаймыз, асқазан жаңағы тамақ қорыту жүйесін бір қатты бір елемейді көбісі. Ой, менде язва, ой, менде гастрит, ой, менде андай мындай деп жүре береді. Бірақ бүкіл ауру болсын, барлық самочувствие, бүкіл түп сол неде жатыр, ас қорыту жүйесінде жатыр. Сондықтан сұрақты ұмытып қалдым. Айтып беріңізші. 3-4 пайдалы әдет. Сондықтан тамақты запивать етпеуге тырысу керек. Ол қиын. Сіз есімде келіп жүрген кезде айттыңыз, онда түйіліп қалмайсың ба деген сұрақ болды. Осыдан екінші ереже шығады, жаңа айтып өткендей, шайнап жеу. Менде былтыр мынандай дүние болды. Үшінші ереже айтпақшыдай, тамақ ішкен кезде назар басқа дүниеге бұрылмау керек. Ол дегеніміз сериал көру, фильм көру. Менде мынандай дүние болды, өзімді мен сериал көрмеймін ғой, подкаст тыңдаймын, пайдалы мен жаңағы тамақты совмещать етемін деп өзімді алдадым, бірақ ол да болмайды екен. Шаразадин Канизастың фокус деген кітабы бар ғой, бір нәрсені айналсаң, толық назарың сол істе болу керек. Тамақ та дәл солай. Тамақ жедің ғой, ештеңкеге назар аударма, фокус басқа жаққа кетпеу керек. Өйткені сен тамақ жеп отырсың, ол конкретно іс-әрекет, ми оны түсіну керек. Сонда ғана сенде тамақ іштім, мен тойдым деген сигнал келеді. Ал егер басқа дүниеге назарың бұрылса, онда ми қайдан біледі оны деген дүние ғой. Ол гормондар үнемісі дальше. Сол үшін мына 3 ереже ол өте маңызды. Қайтадан айтып өтірік. Біріншісі ол тамақты артынан сұйықтық ішпеу, мүлдем. Екіншісі асықпай шайнап жеу. Үшіншісі тамақ ішкен кезде назар басқа затқа бұрылмау керек. То есть тек қана тамақ ішу. Үшіншісі тек қана тамақ. Үшіншісі мен ойымша ең қиыны. Ең қиыны. Себебі ол кеше ғана біз ужин іштік, сериал көрдік. Сериалмен күшті кетеді. Бірақ мынандай бар ма? Сондай сериал көрген кезде, жаңағындай подкаст көрген кезде тамақтың нағыз дәмін сезбеу деген. Болады, жақсы. Онда келесі сұрақ, жаңағы тамақ пісіруге келейік әдетке. Тамақ пісіру әсіресе пайдалы тамақ пісіру. Ол ұзақ уақыт деген рас па әлде миф деп айтсақ болады? Бұл жерде адамға байланысты. Кез келген дүниені істеген кезде белгілі уақыт кетеді. Аз болсын, ұзақ болсын. Осыны алып алу керек. Мысалы, тамақ істеген ол өте ұзақ уақыт алады, андай-мындай деген нәрсе мен үшін миф. Мен үшін миф. Бұл жерде опять-таки предпочтение. Мысалға, біреу кәдімгі ыстық күшті тамақ жеген ұнатады. Мен айтып өткенімдей, суға пісір, буға пісір, солай жей сал. Сондықтан менде уақыт өте көп кетпейді.
мен барлығын суға пісіріп 3-4 нәрседен ортақ бір тамақ құрап, бір полноценный тамақ шығады менде. Маған ол нормада қалыптасқан. А біреулерде кәдімгідей мысалға ПП манты жасау керек, ПП вафли жасау керек деген сияқты ғой. Оған сәйкесінше көбірек уақыт кетеді. То есть это логично ғой уже. Ол үшін адамға байланысты, адамның тамақтағы предпочтение, қазақшасын білмеймін, предпочтениесіне байланысты. Талғамына байланысты. Иә, талғамына байланысты. Ол барлық дүниеде солай деп ойлаймын. Тамақта да дәл солай, ешқандай исключение жоқ, қарапайым нәрсе. Онда былай айтсақ бола ма? Басында қиын болуы мүмкін, басында ұзақ болуы мүмкін, бірақ жаңағындай өзін уақыт өте келе, үйрене келе, опыт жасай келе, тездетудің амалын табуға болады. Иә. Және де міне осы дұрыс тамақтануға келсек, әдетке біз оны бір жерден үйрену керекпіз. Иә, мысалы осы подкаст сияқты. Бірақ бұл подкастта біз 1,5 сағат па, қанша 1 сағатта барлығын үйретіп үлгермейміз. Сондықтан біз білімді бір жерден алу керекпіз. Ол видео болсын, ол кітап болсын. Сондықтан бірінші кітаптан бастайық. Қандай кітаптар оқуға кеңес бересіз осы тақырыпта, дұрыс тамақтану тақырыбында? Мен жалпы бұл тақырыпта бірақ кітап оқығанмын. Оқығым келетін кітап өте көп. Ол жаңа оқыған кітап «Обнаженные гормоны» деп аталады. Ол әйел кісінің жазған кітабы. Көбінесе гормондар туралы айтылады. Кішкене ауырлау, өйткені медициналық тұрғыда жазылған. Бірақ көбінесе жоқ, жалпы осы темаға қызығатын, медицинадан жалығып кетпейтін адамға оқуға кеңес берер едім. Өйткені барлығы бүге-шүгесіне дейін жазылған. Сіз қолыңыз байыстаңыз, қазір сіз оқығыңыз келген кітаптарды міне мына жерде көрсететін Мен оқығым келетін кітаптардың тізімі. Ал екіншісі фильм, иә, кино. Неге? Себебі біз енді өзім радио телевидение сабағында оқимын. Барлық пропаганданың жаңағыдай 90% кино арқылы өтеді. Және де сізбен консультация өткен кезде көбінесе бізге фильм кеңес беретінсіз. Сол сияқты бір-екі фильм айтып кетесіңіз. Бірінші кезекте ол «Сахар» деген фильмді айтатын едім. Оны сіздер көрдіңіздер. Ішінде білесіздер ме, мына айтылатын фильмдер жалпы интернетке іздесеңіздер көп шығады, документалкалар. Бір жақсы тәжірибе жасап, эксперимент жасап, медициналық тұрғыда врачтардың жаңағы білікті мамандардан өткен фильмдер. Яғни ішінде вода емес, кәдімгі қалай бар солай. Әрине оны көбінесе түсіретін Америка, жаңағы дамыған мемлекеттер. Өйткені ол кісілерде бұл проблема көбірек, салыстырмалы түрде. Сондықтан бірінші ол «Сахар», 2014 жылы қателеспесем Австралия несінде білуім бойынша қант туралы, түсіндіргендеріңіз бойынша өздеріңіз жаңағы ютубтан неден көріп алсаңыздар болады. Мен мына жерде айтпай-ақ қояйын, қант туралы екені түсінікті. Екіншісі корпорация еда, бұл жерде пищевая промышленность, тамақтардың жаңағы қалай шығады, заводтар туралы өте қызық. Сосын үшіншісі «Двойная порция». Ол жерде фастфуд туралы айтылады. Көбінесе ескі фильмдер, бірақ қызық. Көруге кеңес беремін, және интернеттен тағы да іздеп көріңіздер. Өте көп фильмдер бар бұл тақырыпта. Подкаст, жаңағындай видео-контент, фильмнен басқа кімдерді көресіз? Инстаграмнан көрем. Мен бұл туралы подкаст көп көрмейді екем, ашығын айтайын. Фильм қызығатын, сосын мен көбінесе онлайн марафондар өткен кезде бұл білімдерді аламын. Сондықтан подкастты көп білмеймін. Жаңағы не, доктор Әбілқасымқызы мысалыға, я Сәлима Бекқожа деген қазақ тіліндегі осы тақырыптағы контенттермен жиі көретін. Инстаграм ғой, иә. Мен сіздерге өзімнің жаңағы еркек ретінде айта кетейін. Мен тамаққа қатысты, жалпы тестостерон, денсаулыққа қатысты Шакир Бабаев деген кісіні көремін. Егер сіздерге ұнаса, сол кісіні көріңіздер, және де тағы да бір докторды көремін, есімін ұмытып қалдым, қазір мына жерге қоятын боламын. Жақсы, онда Алмастың жеке сұрақтары деген бөлімге өтейік. Неге Алмастың жеке сұрақтары? Себебі менің, енді сіздікі ол нутрициология, тамақтану болса, менің сферам ол әдет, жоспарлау, энергия және тұлғалық даму. Бұл осы жалпы видеоның барлығы, контенттің барлығы түсіріп жатыр. Неге? Сіздердің жеке дамуларыңыз үшін. Осылай барынша 5-6 басқа қалалардан, Турцияның басқа қалаларынан башарлы студенттерді шақырып, арнайы сіздер үшін осындай видео түсіріп жатырмыз. Және де бұл менің айтқанда айналысатын мамандығым. Әдетке келсек, тамақтан тыс. Болды, әдет қазір тамақты қозғамай тұрайық. Тамақтан тыс қандай жақсы,
және жаман әдеттеріміз бар. Біз жаңа барлығымыз шындық не идеальный емеспіз деп айтасыз, бірақ қалай не идеальный екенімізді осы жаман әдеттеріңіз арқылы айтсаңыз. Жақсыдан бастайық. Маған өзіме ұнайтын және саналы түрде есейген кезде қалыптастырған әдетім кітап оқу. Өкінішке орай мен кітапты 18 жасында оқып бастадым. Елдер сияқты мектеп кезде оқыған жоқпын, бірақ қолдан қалыптастырған дүнием ол. Кітап оқу қатты ұнайтын дүние. Одан кейін барынша активны болуға тырысамын. Ол бір жағынан мен табиғатыма келеді, бір жағынан жақсы әдет деп те ойлаймын. Мысалға, осы жобаларға келіп, уақытымды осындай жерде өткізудің өзін қалыптастырдым деп айтайыншы. Ерте жату. Иә. Сағат нешеде жатасыз? Сіз бізге кеңес бересіз, және білуім бойынша көбінесе біз достарымызбен туған күнге жиналамыз ғой, түнгі 12-ге ұйықтауға. Сіз жоқсыз, көбінесе. Сонда нешеде жатасыз? Ең керемет уақыт 11:30-ға дейін. Ары кетсе 11:30-ға дейін жатуға тырысамын. Ашығын айтайын, это не всегда получается. Адамбыз, бірақ саналы түрде таңдаған кезде барлығын айтар едім, 11:30-ға дейін жатыңыздар деп. Бірақ мен жаңа таңға дейін ұйықтамаған кездер болмайды деп айтпаймын, менде де болады. Әсіресе біз проекттер істеген күндері, есіңізде ма, біз Иә, ту жасап, жаңағындай Анкарада Наурыз фестке дайындалған кезде. Ал нешеде тұрасыз? Ол кезде де бір 5-6-да тұруға в идеале. Мысалға 11-де жататын болсаң, сосын 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-де 9 сағат. 7 сағат, 8 сағат менің ұйқым қанатын мен үшін норма екен. Мен соны зерттедім өзімнен. То есть ағза өзі оянады. Енді қараңыз, мынандай жерге келейікші. Мен Азамат Скаков деген кісі бар ғой. Сол кісінің подкастында мынандай нәрсе естідім. Ерте жататындар, олар сонда түні бойы қыдырмай ма, не істемей ма дейді ол кісіге. Сосын ол кісі мынандай жауап береді. Мен ерте жатамын, бірақ хоббиларға уақыт табамын, сонысы мен өмірім қызық дейді. Сол кезде сіз ерте жатасыз, бірақ сәйкесінше ерте тұрасыз. Уақыттың көбі не нәрсеге кетеді? Жеке өзіме кетеді. Таңертең таңғы ритуалдардың өзін айтайықшы. Мысалға, ашық қарынға су ішу, бағанағы. Мен соңғы уақытта өзіме йоганың дәптерін аштым десем болады. Таңғы уақытта міндетті түрде күніге айналысуға тырысамын. Рухани жақ ол бөлек тема, ол міндетті болу керек. Бірақ таңғы ас, мысалға, таңғы 2 сағат міндетті түрде өзіме кетеді. Бағанағыдай суың бар, йогаң бар, таңғы асты әзірлеуің бар. Сосын соңғы уақытта айтпақшыдай жақсы әдеттердің бірі, ойымды блокнотқа жазуды бастадым. Мен осыны әлі түсінбедім. Өте күшті екен, маған шынымен ұнады, жасап көруге кеңес беремін. Бағанағы таңғы жаттығу жасасаңыз, содан кейінгі уақытта мындай бір мимен ненің физикалық активностың байланысы бар ғой, спорттың байланысы бар ғой. Содан кейін бір ойыңа келген ойлар, идеялар, ішкі сезім, соның барлығын қолмен жазған кезде көмектеседі. Осыған орай мен кеше бір видео көрдім, маған өте қызық болды. Біз істе блокнот бар жазатын. Адамдар екіге бөлінеді. Бір блокнотқа барлығын жазады, бірінші түр. Екінші түр әр нәрсеге өз жеке блокнот арнайды. Менің қателігім, мен барлығына бөлек арнаймын да ұмытып кетемін. Ана блокнот ақыр толмайды. Сатып аламын, әдемі қылдырып жазам, мен мына күні бастадым деп, бірақ содан кейінгі барлығы бітіп қалған. Сізде қалай ол? Сіз бөлгенде неге байланысты бөлесіз? Мысалы, менде тұлғалық даму кітабы бар, блокноты. Ол жерде мен жаңағындай кәсібіме байланысты және денсаулыққа байланысты алған білімдерді жазамын. Екіншісі, мен діни кітабым бар, блокнотым бар. Ол жерде мен мысалы сира көремін, діни заттарды көрген кезде білім жазып отырамын. Үшіншісі сабақтікі, төртіншісі жеке ойларым деген сияқты. Бірақ ол да менде жаңа айтып өткендей қиын болып жатыр. Сізде қалай? Мен барлығын бөлемін. Маған сол ыңғайлы. Өйткені барлығын бір блокнотқа жазсаң, ол бір араласып кететін сияқты да. Сабаққа мысалға бөлек бар. Тіл үйренсем мысалға, әр тілге бөлек блокнот арнауға тырысамын. Ары кетсе бір блокнотта 2 тіл болады. Ол деген алдынан және артынан. Мысалға дәл алдынан немесе ең соңғы жағынан керісінше жазамын, арабша сияқты. Ары кетсе солай. Бағанағы блокнот дегенім ол менің жеке күнделігім. Оның ішіне естеліктерімді саламын, жазамын, барлығы жазамын. Ощущениялар. Ішкі сезім толығымен. Бірақ мен әр нәрсеге жеке блокнот арнағанды құп көремін. Сол үшін блокнотым өте көп.
ал андай бола ма, сатып аласыз, қолданбай кетесіз. Болады. Үйде мысалға жаңа блокноттар немесе басына мынандай бір блокнот бар. Арман мақсат деп бастап жаздым. Арман мақсат деп сосын бітпей қалды. Сол күй басқа нәрсе жазып кеттім. Болады ондай. Иә, әрине ондай болады. Онда тұлғалық дамуға тіл де қатысты бар деп ойлаймын. Иә. Бұл да сценарийде жоқ сұрақ. Жаңа сіз тіл деп айтқандықтан ойыма келді. Қанша тіл білесіз? Үйрену қиын ба? Иә, болашақта біз жаңағындай полиглот кісілерді шақырамыз, бірақ ол кісілерден де бөлек, былай айтқанда аматөр, иә, любительский тіл үйрену қалай сізде? Менің табиғатым бір нәрсені ғана айналысуды ұнатпайды, сондықтан үнемі жан-жақты болуға тырысамын. Әртүрлі тіл үйренуде бір хобби ретінде қарасақ болады. Қазіргі таңда егер қазақ тілден бастап, ана тілінен бастап есептесек, онда 4 тілді жетік білемін деп айтуға болады. Бірақ мен естуім бойынша ана тілді алып тастау керек, содан кейін 4 тіл үйренсе полиглот болсын. Оны білмейді екен. Сонда сізге енді былай сол схеманы алсақ, онда бір тіл үйренгеннен кейін бұйырса иншалла полиглот боласыз. Деген атқа ие боласыз. Инстаграмда бар ғой ана жерде полиглот деп жазып қойсаңыз болады. Хорошо. Ол үшін мен араб тілін соңынан үйренуім керек, полиглот болғым бұйырса. Және де соңғы уақытта өміріңіз өзгерткен әдет. Ол жаңағыдай баяғыдан бар. 18 жасыңызда дедіңіз ғой. 18 жаста қанша бірнеше жыл өтті ғой енді. Бірақ осы соңғы 3-4 айда жаңа бір әдет қосылды, және ол сіздің өміріңізді күрт өзгертті. Қандай? Күрт өзгертті. 3-4 айда қосылды демеймін. 3-4 ай бұрын жасап тастап кеткен әдетім бар. Таңертең жүріп серуенге шығу. Сау отыратын. Сау отыратын. Қазір көп шықпаймын, бірақ өмірді өзгертетін әдет деп есептеймін. Тұрақты түрде және таңертең ерте жасасаң. Мен 6:30-да ма қаншада салып жүрдім, сондай уақытта шығуға тырысып жүрдім. Әлі қолға алмай жатырмын, дегенмен иншалла өте күшті әдет. Шынымен. Уақыт және жоспарлауға келсек. Әдетті қойдық. Жоспарлау. Міне, бізге негізі ең қиын нәрсе. Былай айтқанда ең оңай жоспарлау, бірақ оны ұстану ең қиын. Және де осыған байланысты сұрақ. Жылыңызды, айыңызды, күніңізді қалай жоспарлайсыз? Себебі өте көп методика бар. Мен бір рет бастаймын деп ойлағам, бүкіл методикаларды көп шығам деп. Оның көптілігі соншалық мен қиын болып кетті. Осы ай, жыл, күн қалай? Шынымды айтайын, жоспарлау деген нәрсеге кішкене слабымын. Өйткені мен де кішкене бір андай творческий адам деген, шығармашылық дейді ғой. Спонтанно күтпеген жерден бір ой келіп қалуы, бірден істегім келіп қалуы мүмкін да, сосын жаңағы жоспарға жүре алмай қалуы мүмкін. Бірақ бір жағынан дисциплина жағым бар. Андай бір қалай айтсам болады, бір ортақ балансты әлі 100% тапқан жоқпын. Бірақ жоспардың маңыздылығын осы соңғы уақыттарда түсіндім. Ол сізде жаңағы шырақты өткен кезде, жоспарға келген кезде күнімді жоспарлауға тырысам, қалып кете береді бірақ. Ондай болып тұрады. Айымды, жылымды жоспарлап емес, мақсатпен арманды ғана айтсам болады. Бірақ нақты былай жоспарлаймын деген әлі жоқ. Мысалы, біз 2024 жылды алайық. Себебі 25 әлі біткен жоқ. Жоспарлаған мақсат, қойған мақсаттарыңыз қанша пайызға орындалды? 2024-те орындалған 100% есімде жоқ, бірақ білуімше жартысы. Жартысы? Білуімше, есімде қалғаны бойынша. Біздің көп жоспарымыздың уақытын проекттеріміз алады, мысалы Наурыз фест деген сияқты. Және де енді Наурыз фест демекші, мынау көп сөз бар, оқуыңыз бар, жеке хоббиіңіз бар, барлығына қалай үлгеріп жүрсіз? Үлгеріп жүрсіз бе? Және үлгеріп жүрсеңіз қалай? Мен дәл қазіргі уақытты емес, былтырғы жылды алайық. Себебі оқу енді басталды. Қазір оқу енді басталды, біздің қарқында енді басталып келе жатыр. Былтырғы жылы өте қиын болды үлгеру. Барынша баланс ұстауға тырыстым, жан-жағынан. Шынымен тырыстым, бірақ 100% болған жоқ. Қолымнан келгенше жасадым. Оның ішінде жеке өмір бар, оның ішінде тамақ бар, оның ішінде сабағым бар, университеттегі Наурыз фест бар, одан бөлек мысалы көп сөздің дүниелері бар. Әр уақытымда мысалға сабақта 1-2 сағат не береді? Молаған қазақшасы не? Үзіліс береді. Мысалға, сабақтардың арасында 2 сағат болды. Соны барынша тиімді қолдануға тырысамын. Ережелердің бірі осы. То есть уақытымды босқа жібермеуге тырыстым. Қолымнан
келген сияқты, бірақ соңында выгорание болды. Иә. Ондай болып тұрады. Иә. Бұл нәрсеге келе кетсек, неге выгорание болады? Өзімнің темам болғандықтан қоса кетейін. Біз дұрыс демалмаймыз. Неге? Себебі біз қалай ойлаймыз? Бірінші мынаның барлығын бітіріп алайын. Ол менде де болды. Жаңа наурыз тестті бітіріп алайын, көп сөзді бітіріп алайын, оқу жылы бітсін, содан кейін демаламын деп. Бірақ мынандай нәрсе бар ғой, бір нәрсе біткеннен кейін оның орнына келесі нәрсе толтырады. Сондықтан мен Нәрікбей ағамыздың подкастынан бір керемет нәрсе көрдім. Демалысты бірінші жоспарлау керек. Ол қалай? Нәрікбей ағамыз кәдімгідей отпускқа шығады ғой, сол кезде бір елдерге ұшады. Ол сол билеттерді ұшатын қалаларға, елдерге алдын ала жыл басталмай тұрып алады екен. Сол кезде біріншіден оның мотивациясы да өшпейді. Иә, міне осы кішкене ғана қалды, осы жұмысты бітіріп алайын, содан кейін ұшамын деген сияқты. Екіншіден, адамдарға отказ беру жеңіл болады. Мен айтпаймын барлығына отказ бер деп, бірақ кейде адамдар болады ғой сондай, жоқ дей алмайды. Ал мына жерде мынанша мың теңгеге билет алып қойдым, енді ренжіме, ол уақытта бос болмаймын деп айтатындай. Жақсы. Онда энергияға көшейік. Сіз энергия беретін, тамақтан бөлек, сізге энергия беретін және энергияны сізден сорып алатын дүниелер қандай? Істер, адамдар. Кім екенін айтпай қойыңыз, бірақ энергия беретін бірінші кезекте дорама көру. Хорошо. Бірінші кезекте дорама көру. Табиғатты жақсы көремін. Жалғыз табиғатқа шыққанда, немесе мен Алматының тумасымын, тауға шыққанды жақсы көремін. Маған энергия өте қатты беретін дүниелер осы. Содан кейін ән айту. Бірінен энергия алам ол дүниелерден. Сосын кітап оқу. Ол роман болу керек. Роман. Бағанағы жеке даму кітаптар болады, ол жерде сен білім аласың да, практикалық ойлану керек. Ойланбайтын, тек қана қиялыңмен елестететін романдар орысша көбінесе маған энергия береді. Ал энергияңызды сорып алатын дүниелер? Монотонность деп жалпылама айтсам болады. Мысалы? Бір істің қайталана беру. Немесе бір дүниемен қайта-қайта айналыса беру. Ол қалай айтса болады? Мысалға офистік жұмыс болады ғой, 9-да 5, аптасына 5 күн жұмыс істейсің. Осы нәрсе мен энергиямды қатты алады. Ал мысалы таңға жанасына ритуалдарыңыз бар ғой? Йога дедіңіз, пилатес дедіңіз деген сияқты дүниелер. Ол да монотонностьқа жатпай ма? Күнде бір нәрсені қайталай беру? Мен үшін жатпайды. Неге? Өйткені сен таңертең тұрған кезде әртүрлі көңіл-күймен оянасың, әртүрлі сезіммен оянасың, және ол күнге жоспарың, болатын дүниелерің әртүрлі. Былай айтуға болмайды, жаңа таңға ритуалдарыңыз ол настройка. Таңертең тұрдың, күнге настройка. Жақсы. Энергияңызды қалай тиімді жұмсайсыз? Бұл жерде қараңыз, не нәрсе? Жоспарламайды екенсіз, бірақ әр затқа энергияны әртүрлі бөлесіз ғой. Мысалы, мына дүние маған қатты маңызды емес, сондықтан оны келесі апта істейін, немесе істемей қойын. Мына нәрсеге мен қатты маңызды, сол үшін мен көбірек фокус бөлейін деген сияқты. Сіздің фокусыңыз қалай дұрыс қоясыз? Бұл жерде список жазуды жатқызуға болады ма? Список жазу жоспарлауға жататын сияқты бір жағынан. Бірақ мен бұлай жоспарламайтын сияқты. Мысалы, списоктың примерін айтыңызшы. Списоктың примері мен жасайтын осы күнге мысалы істеуім керек, иә. Онда ол жоспар. Немесе жалпылама, менде мынандай бар, заметкемен жан доспыз. Заметкеда алынатын заттар, оның үстінде қажеттілік немесе қалау, сосын істеліну керек іс-әрекеттер. То есть мен андай ғой, есімнен шығып кетпес үшін барлығын жазып жүрмін. Заметкеде тұрады менде. Мысалға, қарапайым бір киімнің түймесін тігу ғой. Үйде көрдім ана киімді, заметкеге жазып қоямын, істеліну керек дүние. Сосын мысалға бір күнде сабағым аз, бос уақытым бар, осыны жасау деген сияқты бір настройка болады таңертең. Но бағанағыдай список, мынаны істеу керек, мынаны алу керек деген үнемі болады. Тамаққа барған кезде де мен тізіммен баруға тырысамын. Алынатын тек қана сол алынатын заттармен ғана. Жақсы. Онда бұл жоспарға жатады деп ойлаймын. Бірақ қараңыз, жоспардың түрлері болады. Мен Данияр ағамыздан, Данияр Жігітбек деген ағамыздан естігем. Жоспардың қатты, жұмсақ және динамикалық түрі болады. Сіздікі динамикалық деп айтуға болады. Себебі сіз оны қай уақытта істейсіз, оған қаншалықты көңіл бөлесіз, оны өзіңіз шешесіз. Оның нақты дедлайны жоқ. Мысалы, қатты жоспар дегеніміз ол, міне мынау уақытта істелмеді ме, бітті. Жұмсақ дегеніміз ол тез ваз кеше беруге болады. Ал динамикалық деген ол айтады ғой, дұрыма көре дейшүр, өзгереді. Онда біз қазір мына нәрсені істеп көрейік. Звезда балансы. Негізі оның аты колесо балансы, біз бәріміз танитынымыз. Ол жерде сіз өміріңіздің бөліктерін 1-ден 10-ға дейінгі балдармен
былай айтқанда бағалайсыз. Неге звезда не круг емес? Себебі бір нәрсе артық істелуіңіз мүмкін, иә. Мысалы, сіздің оқуыңызға көп уақыт бөлесіз, ал мысалы жеке өміріңізге аз уақыт. Сол сияқты ол там домалақ бола алмайды. Ол бір жағы жаңағыдай қатты, бір жағы ақырын болады. Сондықтан осы нәрсені сізбен істеп көрейік. Жалпы 8 бөлігі бар менің істегенімнің, және ол студенттерге келеді деп ойлаймын. Сол үшін 1-ден 4-ке дейін баға ол өте нашар. Мен оған көңіл бөлмей жүрмін, қолға алу керек деген. 5-тен 7-ге дейін орта, иә, идеальный емес, бірақ жақсы. Және де 8-ден 10-ға дейін мен оған барлық уақытымды бөлемін, фокусым барлығы сондай деп айтуға болады. Біріншісі ол денсаулық. Денсаулыққа сіз 1-ден 10-ға дейін өзіңіздің қазір қаншалықты баға бересіз? 9. Неге 10 емес? Форс-мажор ситуацияларда қате таңдау болып қалады. Ол уақытпен байланысты. Бағанағы ерте жатайын деймін да, жатпай қалатын кездер. Яғни 100% емес. Бұл жерде маңыздысы 10 болу міндетті емес, иә? Себебі барлығымыз адамбыз. Екіншісі ол қарым-қатынас. Оны айта кетейін, ол не? Ол туыстармен қарым-қатынас, достармен қарым-қатынас. Былай айтқанда, экстравертсіз бе, интровертсіз бе деген сияқты. Орта қанша? Мен бұған 7 деп айта алатын едім. Өйткені достармен көп уақыт өткізіп жүрмін. Мына жерде мен қалай өзгертетінімді білмеймін, бірақ кәсіп деп атар едім. Ол жақпен сіз қалайсыз? Кәсіп деген ол өзінің айналысатын дүниен. Ол жақсы ақша табу болмаса да, хоббиларыңыз болуы мүмкін. Ол дегеніміз мысалы нутрициологияға қатысты нәрсе болуы мүмкін. Дәл қазіргі уақытта 3. Неге 10 емес? Неге 8 емес дейікші? Менің келгеніме 1 ай болды, өзіме енді келіп жатыр. Ондай барлығымызда болады, иә, мойындаймын. Жақсы, онда келесіне көшейік, себебі кәсіп деген ол көбінесе ұлдарға қатысты қойылатын сұрақтар. Келесі демалыс. Демалыс деген өзіңіз қаншалықты демаласыз, дұрыс демаласыз, өзіңіздің ойыңызша әрине. Қазіргі уақытта жаңағы айтқанымдай өзім қалағандай болып жүрген жоқ, дегенмен мен активный отдыхты көбірек жақсы көретін адаммын. Өзіңіз білетіндей, демалысында түрлері бар ғой, пассивный, активный деген сияқты. Пассивный болады кездер, ол морально жалғыз қалғым келген кезде, ол мен үйде емес, бір жаққа баруым керек, жалғыз. Соло дейт дейді ғой, сондай нәрсені жақсы көремін. Дәл қазіргі уақытта онша емес, атак демалыс дегенді 8-9. Демалыстың көзесін шығара аламын. Жақсы. Бұл негізі дұрыс, ол былай айтқанда мен көп демалам деп айтып керек емес. Неге? Себебі дұрыс демалмасаң, басқа нәрселер дұрыс істемейсің деп ойлаймын өзім. Толықтай ашпасаңыз да рухани жағын көрейік. Рухани жағын. Бұның барлығы дәл қазіргі уақытқа ғой, иә? Иә. Бұл неге дәл қазіргі уақыт? Себебі бұл нәрсені апта сайын істеп отырса жақсы. Бір апта өтті, жаңағыдай балдар қоямын, қайсы өзгерді, қайсы түсті. Қайсы түсті, ол дегеніміз келесі аптада оған көңіл бөлу керек деген сияқты. Сол үшін осы аптаны алайық. Рухани 5. Неге деп сұрамай қойын, ол жеке болып қалсын, иә. Келесі қоғам. Қоғам деген не? Ол жаңағыдай достармен кездесу деген емес. Ол қоғамға деген пайдан. Мысалы, мен сізге ең аз дегенде 2 балл бере аламын, өз атымнан қоса аламын. Неге? Себебі осындай подкаст түсіріп жатырық, жаңағыдай апта сайын кездесіп, айтқанда жоспарлап отырамыз, жаңағы қалай пайда тигізе аламыз деген сияқты. Сол сияқты қоғамға деген пайдаңызды қаншаға бағалайсыз? Мысалға, айналаңа білгеніңмен бөлісу жатады ма? Әрине. Мен оны бір қадағаламайды екенмін, бірақ білгенім болса, мысалы қасымдағы кісілермен 1-ден бөлісуге тырысамын. Андай болады ғой. Ол тек қана тамақтың сферасы емес, барлық сферада болуы мүмкін. Мысалға, жақын уақытта айтайықшы, подкаст көрдім, иә, сонан көрші деп 2 құрбыма жібердім деген дүние. Өйткені мен оны бірге талқылағым келеді. Сол кітап сол сияқты. Мен мысалға мына шығарманы оқыдым, сен де оқышы, бірге талқылайықшы деген дүние. Мынандай екен деген нәрселер менде жиі болады. Өйткені пікір бөлісу, пікір алмасу, ол біз социальный неміз ғой, қатты керек. Сондықтан жақсы көремін ол нәрсені. Сонда қанша? Бал беру ма? Ой, мен құнсыздандырып тастайтын шығармын, білмеймін енді. 6-7.
7. Онда өзімізден жаңағы мына нәрселерге қатысып жүргеніміз үшін Қосып 2 берейік, жеті онда болады. 9 деп есептесек болады. Негізгі керекті дүниелердің бірі ол оқу. Оқу деген қараңыз, ол даму емес. Оқу деген біздің күнделікті универге баруымызды айтайық. Сізде ол қанша? Девамсыздық үшін күніге бізде аптасына сабақ 4 рет осы семестрда күніге барамын. Күніге барасыз? Жоқ, бірақ одан тыс уақытта оқуыңыз, сол үй жұмысын орындауыңыз, былай айтқанда, иә, біз жаңағыдай тілді зерттейсіз, иә, ана дүниені зерттейсіз, мына дүниені зерттейсіз, бірақ сабақтан тыс та сабаққа көңіл бөлуіңіз. Қазір 0. Бірақ бастауым керек, өйткені проекттер көп. Иә. Онда осыны біз 0 неге деп ақтасақ, енді оқу басталып жатыр деп айтсақ. Деп ақтап алайыншы сөзімді, бірақ бұл сылтау. Жақсы. Және де ең бастысы, менің критериям бойынша руханидан кейін ол дамуымыз. Даму деген ол жаңағындай кітап оқуыңыз, подкаст көруіңіз, фильм, пайдалы фильмдер көруіңіз, марафондарға қатысуыңыз, былай айтқанда тұлғалық дамуыңыз қалай болып жатыр деген. 9. Неге 9 және неге 10 емес? Мен ештеңеге 100% жазсам 10 бермеймін. Жақсы, ал неге 9? 9, өйткені күнделікті подкаст, кітап деген дүниелер бар. Менің өзіме ұнайды бір жағынан қалыптастырған дүнием деп айтайыншы. Соңғы уақытта ол өте жиі болып жүр. Бастапқы келгенмен салыстырған осы бір айдың ішіндегі подкаст, кітап, ол даму жағынан да бар, ол роман да болуы мүмкін, сосын тағы не бар, фильм болуы мүмкін мысалыға. Болуы мүмкін емес, жақында көрген. Мысалы, қазір оқып жатқан кітабыңыз? Нағыз жігіт, Мирас Кесебаев, қателеспесем. Ең сүйікті кітабыңыз? Сүйікті кітабым өте көп. Категорияға байланысты. Роман ба, әлде даму жағынан ба? Роман. Мен Шантарам деген романды бітірген жоқ едім. Кеше қайтадан алдым. 300 бетіме қалған. Дәл қазір уақытқа сүйікті Шантарам. Және де ең соңғы көрген подкастыңыз? Кеше ғана бітірдім. Роза Шырбаева мен Перизат Мырзахметтің жаңа бастаған подкасты, жаңа жобасы, білуімше 20-21 деген қатты ұнады. Ол не туралы? Бұл бірінші алғашқы выпуск болды. Алғашқы шығарылымның тақырыбы мықты әйел болды. Жаңағы әлсіз еркектер неге мықты әйелді таңдайды деген ба, сондай бір не болды. Жалпы ол подкастта өте көп тақырып көтерілді. Оларға да пайдалы ма? Пайдалы. Онда мына жерге фотосын қалдырайық. Иә, мен де көрейін. Онда біздің әр соңғы сұрақтарымыз бұл жерде блиц сұрақтар. Оған сіз өте қысқа да жауап бере аласыз, иә, бір сөзбен ғана. Ұзақта жауап берсеңіз болады, ашықтай. Біріншіден енді сізге қатысты нәрсе шай немесе кофе? Екеуі де емес, су. Неге? Екеуін де ішпеймін екен. Жақсы. Қайсысы зиянырақ, шай ма, кофе ма? Мәссаған. Мен ойымша шай. Өйткені шайды адамдар көбірек ішеді. Мүмкін. Кофені сапалы, жақсы зерно болады ғой, жақсы істесең, оның пайдасы бар. Шайдың да пайдасы бар, бірақ андай ғой, бізде асыра сілтеп көп ішіп кетеді шайды. Онда бүйтіп айтайықшы, су деп таңдау қылмайды, шай немесе кофе? Шай. Мучной немесе сладкое? Екеуі де. Жақсы көремін. Жақсы, бағанағы айтқан бүкіл неміздің бәрі осымен бітті. Бір күн бойы аш жүру немесе тым болмаса зиян тамақты? Тым болмаса зиян тамақ. Иә, өте тез болып жатыр. Шетелдегі студентке өзінде болу керек үш қасиет. Тамақ қатысы емес, кез келген нәрсе. Шетелге келген кезде бірінші шыдамдылық. Кез келген дүниеге шыдау керек. Еңбекқорлық. Жақсы. Шетел студенттерінде қою керек үш қасиет, болмау керек. Көбінесе болады, бірақ болмайды. Қою керек. Болмау керек, еріншектік, елдерге еріп кету. Яғни өзіңнің пікірің өзіңнен болу керек. Үшіншісі, алға қойған мақсатыңа жету. Андай не ғой? Настойчивость деген қазақшасын білмеймін. Настойчивость? Тұрақтылық деп айтайықшы. Иә, тұрақтылық. Жақсы, және ең соңғы сұрағымыз. Әлемге жеткізгіңіз келетін ойды, иә, ол кез келген ойыңыз, әйтеуір ішіңізде жүрген ой. Камераға қарап айтсаңыз.
Айта кетейін, бұл сұрақтарды біз дайындаған жоқпыз. Ол кісіге алдын ала жіберген жоқпын, сондықтан кішкене уайымдап жатқаны бар. Былай айтайықшы, мен қазір осы моментте идеальныйды айтып қалу керекпін демеңізші. Вот ең бірінші жүрегіңізге келген ой. Арманыңа, мақсатыңа жету жолында табанды бол. Өйткені бүгін болсын, ертең болсын, қанша уақыт өтсе де ол түбінде орындалады деген сенім болсын. Кез келген затқа жете аласың, кез келген нәрсеге жете аласың. То есть все возможно деген принцип. Онда біздің бүгінгі соңғы әрекетіміз, ол бізде кішігірім дәстүр ойлап таптық. Мен сізге қалам мен қағаз беремін. Біздің тақтамыз бар. Сол жерге әр қонақтан бір естелік жазу алатын боламыз. Соны өзіңіз толтыра салсаңыз, және де біз оны жаңағыдай тақтамызға қоятын боламыз. Бұл біздің бірінші қонақ, әлі мына жақ болады, иншалла. Бүгінге осы достар, сіздерге бұл подкаст ұнады деген үміттемін. Алда әлі көптеген подкасттар шығады, көптеген қонақтар болады, қызықты тақырыптар болады. Осы каналға жазылыңыздар, біздің Instagram парақшамызға, YouTube парақшамызға жазылыңыздар. Сіздерге мұнда бір алғыс, сонdan кейін тыңдағандарыңызға, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Құлағың көрмей, құлағың естімей, көзің көрмей деген Құлағың көрмей дегенде жыртылып кетті. Содан күшті не шығады? Давай. Есіма сен қолдап қалатсың. Неге қозға... Неге қашық. Екіншісі корпорация еда. Ай, көшіп алдым ба. Хорошо. Давайте, 1, 2, 3 деп айда айтады. Давай камера мотор деш, Иә, камера мотор деш. Көргесін көрейік, сөзейік. Түсінбейші. Бүйтесің, Иә. Давайте наған бүйтіңдерші. Давай. Жөтел бар. Люди, күліп, жөтел қақалыңдар. Ойбай. Жоқ, қайғырып бүйтіп. Давайте, барлықтан мына жаққа келіп болсын, қадыр алайықшы. Все, бірінші шығарылып бітті. Ойнатайық типа. Бітті, рахмет, келіңіздер бізге. Ана көп сөздейін, көріп тұрсын да. Білу керек ма еще? Все, дайынбыз ба? Мына жаққа қараймыз. 1, 2, 3. Тамақ ішейікші, шай ішейікші.